Сәлеметсіздер ме, менің тұрақты көрермендерім. Бүгін Арафада ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын, ниеттеріңіз қабыл болсын. Бүгін мен міне кешкі асқа отағасы екеумізге ораза тұтқанымызға байланысты мерекелік дастархан жасайын деп шештім. Оған мен өрме төстік және өртпе сүт жасайын деп шештім. Ендеше менің арнамнан алыстамай, менімен бірге болыңыздар. Менің көрермендерім, өрме төстік жасау үшін мен міне кішкентай төстің етін міне осындай алып тұздадым. Енді оған міне бүйен дайындадым. Бұның орнына жылқының немесе сиырдың тоғышектерін де пайдалануға болады. Одан кейін міне малдың ашты шегін бірнеше рет жуып дайындап қойдым. Ал ендеше бастайық. Міне төсімізге чесногымызды жағып аламыз. Чеснок көбірек болған өзім қатты ұнатамын, және отағасы да қатты ұнатады. Мен төстікті бағана тұздап қойған, десе де тағы бір тұз салайын. Балам, бұрыш себейік, дәмді болсын. Енді бұл өрме төстікті суға салып қазанға қайнатса да болады. Ал бұрынғы кезде біздің батырларымыз өте құнарлы тамақтарды жеген ғой. Сондықтан олар неге де жерге көміп те пісірған. Енді бүгін біз көмеміз деп айта алмаймыз. Бүгін біз мынау міне сол малдың бүйені. Оны да неше рет жудым. Енді осыған салып аламыз. Көрермендерім, қалған чесноктарды ішіне салып жатырмын, дәмін келтірсін деп. Енді бүйтіп бұны дайындап қойайын. Енді өрмемді дайындап алайын. Жіппен байлап қойайық. Иісі деген керемет болып шығып тұр чесноктың. Бізде далада жаңбыр. Артығында кесіп тастасаң. Бұнымыз дайын. Енді өрмесін дайындайық. Мынау біздің еттен огурцеміз, қиярымыз. Шын осылай бастаймыз. Әрбір саусаққа кигізіп отырамыз. 5 саусақтың көмегімен өрмемізді өреміз. Міне 5 саусақ. Енді мынаған кигіземіз де мынаны бұлай аламыз. Мына ұшын тартып қойып отыру керек міндетті түрде. Екіншіге кигіземіз, мынаны аламыз. Кигіземіз, мынаны аламыз. Кигіземіз, мынаны аламыз. Соңғысы кигіземіз, мынаны аламыз. Тартып отыру керек. Келесі қайытталай береміз осылай. Мына ұшында тартып қою керек. Мына бастапқыдағы ұшын тартып қою керек міндетті түрде. Өрмеміз болды. Міне осындай болып шықты. Енді осы өрменің ішіне мынаны саламыз. Оған енді маған кішкене көмек керек. Өрмем осындай болды. Енді ауыз жағын дұрыстап бекіту керек. Өйткені ол сөгіліп кету қаупі бар. Айлы менің өрмем дайын болды. Осындай. Енді қазір оны пісірамыз. Менің көрермендерім, міне біз бағана салып қойдық қазанға. Міне пісті. Өрме төстігіміз енді міне кесіп әзірге дәмін көре алмаймыз. Өйткені аузымыз берік.
дегенмен міне түрі осындай болды. Міне арасының еті деген осындай болды. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Бала-шағама бұйыртып жегізе көр. Мінекейлеріңіз, менің өрме төстігім осындай болып пісті. Менің көрермендерім, міне мал сойған кезде ашты шекті не істесек деп ойланбай, бірден осы өрме төстік жасап, отбасыларыңызды қуантыңыздар. Міне мен бүгін бала-шағама, отбасыма осыны жасадым. Қазір енді ауызашардың уақыты болып қалды. Осыны отағасына ұсынып, бала-шағаммен осы рецептіні пайдаланып жасасаңыздар болады. Сіздермен бірге болғандай әдеттегідей Ардақ Әлбековна. Менің пайдалы кеңестер каналыма міндетті түрде подписация батырмасы басыңыздар. Өйткені болашақта да мен сіздермен жақсы рецептілермен бөлісетін боламын. Қазағым, елім, жұртым дейтін әрбір қазақ Алланың разылығы үшін менің каналыма жазылыңыздар. Сау, саламатта болыңыздар.